Достар, сіздер білесіздер ме? Мен сіздермен жақсы тағы бір жаттығулармен бөлісейін дегем. Несимметрическая гимнастика дейді. Симметриялы емес гимнастиканың бір екі жаттығуын көрсетейін дегем. Ол мынау қартайғанның алдын алу, бірақ тағы да және бала жасөспірімдерге өсіп келе жатқандарға мынау екі жарты мидың бірін арасында нығайту байланыстары жақсы болу үшін мынау қолдарымен, екі қолымен әртүрлі нәрсе істеуге үйренеді. Соны мынандай нені өзін жанұяммен көрсетейін деп едім. Ал істеп көрейік. Міне бірінші қарайсыңдар, иә, міне бір қолмен нені ұстаймыз, мұрынды ұстаймыз, екінші қолмен құлағымызды ұстаймыз, сосын айырбастаймыз. 1, 2, 3, 4 деп осылай жанұямен ойнауға болады. Енді хлопокпен, иә, қағамыз тап, тез істейміз, тез істейміз. Екі рет қағамыз. Шатасып кетіп отыр. Үйренісіздер. Керемет, осылай нәрсені істе. Өзім бүйтіп қаптық қой. Осылай істеп үйренеміз. Тағы да осындай істегілеріңіз келсе, негізі интернетқа жазсаңыздар, несимметрический гимнастика деп, сондай неше түрлілер шығады. Сондай нәрсе істеп отырыңыздар. Дамыңыздар.